Сәлем достар! Көл деген тұйықталып қалған су болғандықтан ерекше эксперименттік дүниелер, химиялық реакциялар осында жүруі мүмкін. Әлемнің еш жерінен таппайтын аномалдық жайттардың да болуы ықтимал. Кейбір көлдер төтенше жағдайлар орын алған жердің қалдығы болса, өзгелері өзгеше геологиялық жерде тұрақталған, бұрынғының тарихын бойға сіңірген. Сондай ерекше жағдайларда пайда болған көлдерді назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, жанында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда біздің видеомызды бірінші болып көретін боласыздар. Қайнап жатқан көл. Доминика аралындағы бұл көл әлемдегі ең ыстық су көзінің бірі. Оған шомылуға ешкімнің батылы жетпейді. Әрі бұл мүмкін емес. Көлдің жағасындағы су температурасы 80-90 градусқа дейін жетсе, оның ортасының температурасын анықтау мүмкіндігі әлі жоқ. Лагуна Колорадо. Боливиядағы бұл көлдің түсі қанды қызыл. Мұны көлде өсетін қызыл балдырлар есебінен деп ғалымдар түсіндіреді. Бұл көлде фламинго көптеп жүреді. Плитвиц көлдері. Хорватиядағы бұл көлдер әлемдегі ең әдемі жерлердің бірі. Оған 16 көл кіреді де, әрқайсысы сарқырамамен немесе үңгірмен байланысқан. Нойс көлі. Камерундағы бұл көл әлемдегі ең белгілі атқылайтын көлдердің бірі. Дәл оның астында магма қатпары орналасқан. Дәл сол қабат Нойс көлін көмірқышқыл газымен толтырып, суды көмірқышқылға айналдырады. 1986 жылы көл өте көп мөлшерде көмірқышқыл газын шығарғанын, жақын маңдағы ауылдарға зиян тигенін нақтырақ айтсақ, 1700 адам мен 3500 мал басы тұншығып қалған. Бұл табиғи жағдайдағы шығыны көп оқиға еді. Мұндай жағдай қайталануы мүмкін деген болжам бар. Пич Лейк. Триндад аралындағы Пич Лейк көлі әлемдегі ең үлкен битумның табиғи көзі. Жергілікті тұрғындар көлдің суы мистикалық күш-қуатқа ие деседі. Пич Лейктен алынған битум Нью-Йорктың кейбір көшелерін жабуға қолданылған. Дон Жуан көлі. 1961 жылы Антарктидада ашылған гипергалиндық көл әлемдегі ең тұзды су. Ондағы тұздар судың 40%-ын алып жатыр. Бұл мөлшердің көп болғанына оңтүстік полюске жақын орналасса да ешқашан қатпайды екен. Тааль көлі. Филиппин аралдық мемлекетінде орналасқан Тааль көлі де ерекше. Қызығы, көлдің ортасында Жанартау атты арал бар. Ал Жанартау аралындағы тағы бір көл екен. Осы барлық комплекс әлем бойынша аралда орналасқан көлімен, оның ішінде көлі бар аралмен танымал. Жаңылтпаш осымен аяқталмайды екен. Жанартау аралындағы көлде Жанартау Пойнт деп аталатын тағы бір арал бар. Түсіне алдыңыз ба? Бәлкім. Балқаш көлі. Қазақстандағы бұл көл әлемдегі ең үлкен көлдердің бірі. Оның ерекшелігі жарты бөлігі тұзды су, ал келесі жартысы тұщы су болуында. Бұл екі бөлік арасындағы тепе-теңдікті ортасында орналасқан 3,5 километрлік жер бөлігі арқылы ұстап тұр десек те болады. Крейтер көлі. Крейтер солтүстік Америкадағы ең терең көлдердің бірі. Ол әлемдегі ең таза, ең аз ластанған сулардың көшін бастап тұр. Қызықты оқиғалар, күлкілі видеолар, жан түршіктірерлік жағдайлар, жаңалықтар және де әртүрлі сіз естімеген, көрмеген нәрселер біздің айналамызда бар, болған және болып жатыр. Яғни біздің әлемімізде Алла жаратқанның бәрі бар. Соларды сіздерге жеткізу үшін ашылған арнама тіркеліп, видеоларыма өз бағасын беріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де видеоны алса, видеоны барлық әлеуметтік желілерге таратыңыздар. Бұл бізге қолдау көрсеткендеріңіз болып есептеледі.
Осымен видеомыз да бітті. Келесі кездескенше, ютубтың қызығын бөліскенше достар.